Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен сымбат Самат. Бүгін біз ағылшын тілі пәнінен 6 сыныптың 3-ші тоқсандағы тжб-сына талдау жасайтын боламыз. Тжб әдеттегідей 4 бөлімнен тұрады: listening, reading, writing және speaking. Бірінші бізде listening тапсырмасы. Listen to the conversation between the travel tour guide and the tourists twice. Яғни, гид пен туристердің арасындағы диалогты тыңдап, тапсырмасын орындауымыз керек. Put in order 3 places that the tour guide will visit first. Алғашқы баратын 3 жерді белгілеу керек. Оны біз әрине диалогтан білеміз. Біріншісі бізде Мадам Тюссо музей. Екінші баратын жерлері Биг Бен және үшіншісі Оксфорд стрит. Оны мына жерден көрсеңіз болады. Мен аудионың текст түріндегі вариантын сізге ұсынып отырмын. Келесі тапсырмада тестке дұрыс жауап беру керек. Choose the right option деп тұр. Так, Oxford Street is a famous street for C жауабы дұрыс, shopping. Келесі сұрақ, The Queen lives at B жауабы дұрыс, Buckingham Palace. Келесі бізде reading бөлімі. Бұл жерде fast food тақырыбында мәтін берілген. Бірден тапсырмаларды орындауға кірісемін және орындау барысында мәтіннің қай жерінде орналасқандығын қосып көрсететін боламын. Тапсырмаларды қарап алайық. Бірінші, екінші, үшінші сұрақ mark sentence as true or false, яғни дұрыс немесе бұрыс сөйлем екенін табу. Ал төртінші және бесінші сөйлемде сұраққа жазбаша жауап жазу керек. Ендеше бірінші тапсырмаға өтейік. The hamburger is originally American. False. Себебі қараңыз, текстта it got its name from the German town of Hamburg деп тұр. Келесі екінші сұрақ. People can eat hamburgers anywhere around the world. True. Себебі қараңыз, текстта мына сөйлем берілген. You can find them in Japan, Germany, Panama, Guatemala, Australia, Portugal, Hong Kong, and even Moscow. Келесі үшінші сұрақ. Parents say fast food because their children don't like it. False. Бұл сұрақтың жауабы енді логический, себебі балалардың көбі фастфудты жақсы көреді. Келесі сұраққа өтетін болсақ, жауап жазу керек. Who took the hamburger to the United States of America? Дұрыс жауабы German immigrants. Текстта бұл айтылған. Мысал қараңыз, German immigrants to the United States introduced the hamburger steak деп тұр. Соңғы сұрақта Why do people go to McDonald's деп сұрап тұр. Жауабы Because it is clean, less expensive than other restaurants and saves time. Текстта айтылған. Келесі бөлім бізде writing. Тапсырмасы choose one of the topics below. Write answers in full sentence. Give arguments supported by examples. Link this sentence into well-structured paragraph with some basic connectors. Use future form will. Яғни төменде берілген екі тақырыптың біреуін таңдап, толық сөйлеммен жауап беруіміз керек. Аргументтерді пайдаланып, мысал келтіруіміз керек. Және негізгі ағылшын тіліндегі байланыстырғыш сөздерді пайдалануымыз керек. Сонымен қатар future simple'дың, яғни келесі шақтың will структурасын пайдалануымыз керек. Бірінші тақырып бізде our health, менің денсаулығым. Оның төменде берілген сұрақтар what is it a healthy lifestyle, яғни салауатты өмір салты дегеніміз не? What should you personally do to stay healthy? Сен өзіңді салауатты өмір салтын ұстану үшін жеке өзің не істейсің? How will you describe a healthy diet? Яғни диета дегенді қалай түсінесің? What will you do to stay healthy? Яғни салауатты өмір салты ұстау үшін, денің сау болу үшін сен не істейсің деген сұрақтар. Менің бұл тақырыпқа жауабым. For keeping your body and the mind healthy, you have to follow certain rules that will help you achieve your goal. Besides, there are certain measures that will help you to stay healthy. First of all, for being healthy, you have to plan and follow a strict diet. This diet should contain all the essential minerals and vitamins required by the body. Also, eat only healthy food and avoid junk and heavily carbohydrate and fatty food. In addition, wake up early in the morning because first of all, it is a healthy habit. Secondly, waking up early means you can get ready for your work early. Spend some quality time with your family. Doing exercise regularly makes your body more active and it also releases the pent-up stress from the muscles. Avoid the mobile because these phones cause many physical and mental problems for them. So to avoid the negative effects of mobile, the usage volume of them should be reduced. A healthy lifestyle has many benefits, not only for the body but for the mind too. Also, if you follow a healthy lifestyle, then you can reduce the risk of having cancer, heart disease, diabetes, obesity, and osteoporosis. To sum it up, we can say that there are various benefits of living a healthy lifestyle. Келесі екінші тақырып holidays and travel, яғни мейрамдар немесе демалыстар және саяхат. What will your dream holiday look like? Сен армандаған демалыс қандай?
Where would you like to go? Қай жерге барғың келеді? Why will you choose this place? Неліктен бұл жерді таңдайсың? What kind of activities can you do there? Who will you go with? Бұл жерде қандай іс-әрекет жасайсыңдар, не істейсіңдер және сенімен кім бара алады дейді, кім барады? Менің жауабым: If I could choose, I would like to spend a dream holiday with my friends at the seaside. I would also like to learn how to dive. It will definitely be some exotic beach in the Bahamas. This archipelago consists of many exciting islands. They are situated in the Atlantic Ocean. The most exciting thing is that they have a tropical climate, wonderful sand beaches, and an incredible sea flora and fauna. I would like to learn how to dive to be able to explore the underwater world. After the long and exhausting diving tours, I would have to relax. And since the sun shines so bright in the Bahamas, I could not do anything but sunbathe and doze. Local people are very friendly, especially the cafe owners who are keen on telling you all about the sights and the local customs. I have been told that all guests are welcome down there. So far, I have not been on holiday with my friends. This would be my golden opportunity. I imagine myself taking a tour along the islands, shopping and sightseeing. I would buy all those beautiful handmade souvenirs for me and my family. My friends and I would have an amazing time in the Bahamas. This holiday is perfect for me because I want to spend time with my friends, to have a lot of fun and also to learn something very interesting. Келесі speaking бөлімі тапсырмасы. Work in pairs. Choose one of the cards and make a dialogue with a partner. Give own points of view on topics, ask questions to clarify the answers, and get the needed information. Explain and justify your positions and answer your partner's questions. Яғни жұп болып, екі адамнан жұмыстану керек. Бұл жерде бізде 8 карта берілген, сол 8 картаның біреуін таңдап, сол жердегі тақырып бойынша сонда қойылған сұрақтарға жауап беру арқылы жауап беру керек. Бұл жерде карталардың тақырыптарына тоқталатын болсақ, жеке-жеке. Бірінші карта менің денсаулығым деген тақырыпта, соның ішінде спортқа қатысты жауап беру керек. Спортпен шұғылданасың ба, қаншалықты жиі шұғылданасың, қандай түрімен шұғылданасың деген сұрақтарға жауап беру керек. Екінші картада менің денсаулығым деген тақырып тоже, ол жерде ұйқыға қатысты. Көп ұйықтайсың ба, ұйықтағанда жақсы демаласың ба, миың тыныға ма деген сияқты. Ал үшінші картада фастфуд туралы айту керек, яғни фастфуд жиі жейсің бе, қандай фастфуд жейсің, неге адамдар фастфудты зиянды тамақ деп есептейді деген сияқты. Төртінші картада бізде менің денсаулығым деген тақырыпта, соның ішінде тіс дәрігеріне бару туралы. Мысалы, тіс дәрігеріне бару неге сондай маңызды, сен соңғы рет тіс дәрігеріне қашан бардың, жиі барып тұрасың ба деген сияқты. Бесінші картадан бастап бізде мерекелер және саяхат деген тақырып басталады. Бесінші картада именно сен қандай да бір шетелге шығып көрдің бе, қай жерде болдың, келесі демалысыңда қайда бармақшысың деген сұрақтарға жауап беру керек. Алтыншы картада сенің еліңдегі ең сондай бір таңғаларлық фестиваль қандай, мейрам, қашан тойланады, неге бұл мейрам тойланады деген сияқты. Жетінші картада шетелге шығуға қорқасың ба, басқа мемлекетте тұра алар ма едің, тұрып көрер ме едің деген сияқты сұрақтарға жауап беру керек. Ал 8-ші соңғы картада мерекелер мен саяхат деген тақырыпта, ол жерде сенің ең сүйікті мейрамың қандай, сен бұл мейрамда не істейсің, бұл мейрамда әсіресе кіммен өткізесің әдетте, сен ата-анаңның сүйікті мейрамы қандай деген сияқты сұрақтарға жауап беру керек. Мен өз кезегімде 3-ші картаны таңдап фастфуд тақырыбында әңгімелескім келеді. Бірінші сұрақ, мысалға, how often do you eat fast food? Қаншалықты жиі жейсің фастфудты? Екінші сұрақ, what fast food do you eat? Қандай фастфуд жейсің? Үшінші, do we need to eat as much fast food as we do? Қазір біз жеп жүргендей көп фастфуд жеуге болады ма? Төртінші, why do you think people keep eating unhealthy food? Неліктен адамдар зиянды тамақ жеуді жалғастырады деп ойлайсың? What foods do you think are healthy? Қандай тағамдар зиянды емес, пайдалы деп ойлайсың? Қазір мен фастфуд тақырыбында біраз эсселер, мысалдар келтіріп өтемін. Сол менің жауабым ретінде есептесеңіз болады.
Менің берген мысал ретіндегі жауабым осындай. Сіз өз бетіңізше, өз ойыңызша жеке пікіріңізді жазып жауап берсеңіз болады. Назарларыңызға рахмет.